Оқыдың ба, оқымадың ба, Ата заңды оқыдың ба, оқымадың ба? Соны айтшы маған. Көрдіңдер ма, міне нағыз сауатсыз еркектер да, осындай еркектер бала бағып, немере сүйіп отыр. Айтшы маған, не заң? Осының бәрі естісем Қазақстаннан көз кетеді. Бұлар ше, Айткүл, бұлардың жерін су алып жатыр, одан спрос аламайды. Бұның елін тонап жатыр, одан спрос аламайды. Міне жылда былтыр Семей облысы өртенген кезде 15 адам өліп еді, қазір биыл тағы өртеніп жатыр. Заңды айтпай қойыңдар, заң ұры қары Назарбаевтың кландарын қорғайтын заңдарын айтпай қойыңдар. Сен басқа жақта қандырсыңдар ма? Білмеймін. Біз Қостанайда бәрі заң жүзінде әдемі өмір сүріп жатырмыз. Жұмыс бар. Сендер ше, мен айтайын ба, сендер бар ғой, 86-та қазақтарды өлтірген кезде спрос, аузың жауып отыршы, жамырамай, кезекпен сөйлеңдер, давай, мен сөйлеймін қазір. 86-шы жылы сендер білесіңдер, қазақтар шыққан кезде желтоқсанда, оның спросын алған жоқсыңдар сендер. Маңырап жүрдіңдер. Екінші, 91-де қазақтың елін, жерін, мұнайын сатып жатқан кезде одан спрос алған жоқсыңдар сендер. 98-де алған жоқсыңдар спросты, Тоқаев, Назарбаевтан. 2001-де шықты алған жоқсыңдар. 2006-та шаңырақта шықты қазақтар. Оның спросын алған жоқсыңдар, оларды өлтірді. 2008-де шыққан нені алған жоқсыңдар спросын. 2011-де жаңа өзінде халық шықты, ол кезде атып өлтірді қазақтарды. Оның спросын алған жоқсыңдар сендер. Сұрай алмай жатсыңдар. Одан кейін 2016-та жер митингі болды. Оның спросын алған жоқсыңдар Тоқаев, Назарбаевтан. 2022-де қаңтарда қаншама қазақтарды оқ атып, Ресей әскерін шақырып өлтіріп, оның спросын алған жоқсыңдар сендер. Қазір енді Тоқаев, Назарбаев білесіңдер, қазақтың жерін, елін, байлығын сатып жатыр Қытайға, Ресейге. Оның спросын алған жоқсыңдар сендер. Оның спросын сұраған жоқ. Қайда біздің байлық, қайда біздің жеріміз, еліміз, дініміз, тіліміз? Қазақ тілінің спросын ала алмай отырсыңдар. Ресейге жем болып, орысқа, Қытайға жем болып отырсың. Нарықтың барлығын қазір білесіңдер, Қытай басып кетті Қазақстанды. Қытайлар жеріңді алып жатыр, қыздарыңды алып жатыр. Оның спросын аламайды. Жан-жақтың бәрі камера аштырап, оның спросын аламай жатсыңдар. Азық-түлік қымбат, жұмыс жоқ, оның спросын аламай жатсыңдар. Сендер бірдеңке талап етіп сұрай аласыңдар ма өзі? Терпе аласыңдар ма әлде сендер? Терпетіп етіп жүресіңдер ме өстіп? Жаңағыдай шыдап, қашанғы жүресіңдер сендер? Қазақтың жерін, байлығын сатып жатыр. Не деген үнсіз халықсыңдар, не yapsыңдар? Үнсіз, бейшара, құл, кедей қазақ болып өмір сүре бересіңдер сендер, Қашанғы сендер жұмыссыз, қашанғы сендер кедей, бейшара боласың. Балдарыңа бір нормальный киіммен тамақ алып бере алмайсыңдар көшеге шығып. Міне Тоқаевтың баласын көрдіңдер ма сендер? Міне Тоқаевтың баласын қараңдар, ұры, қары, қылмыскер. Тоқаевтың өзін қараңдар, қылмыскер, ұры, бүкірейіп жүрген сорлы шал. Сатқын халық жауы, коммунистік жүйенің құлы, Қытайдың шпионы, Ресейдің шпионы, Тоқаев, Назарбаев, оның балдары, олигархтары, миллиардтаған долларды ұрлаған Тимур Күлібаев, Назарбаев, Нұрсұлтан, Тоқаев, Тимур Тоқаев, Қасым Жомарт, бұлардың барлығы 500 миллиард долларды Қазақстаннан ұрлап кеткен. Ал сендер Каспий ретке макарон жеп, аш отырсыңдар үйлерінде, Каспий ретке семіріп, осырып үйлерінде жатсыңдар, маңқа болып, шыдап, терпила сияқты. Спрос аламай айтсыңдар сендер. Қашанғы сендер бейшара болып, кедей болып өмір сүресіңдер сендер. Любойыңа абасын абайт етіп беремін, Тоқаевтың құл екендерінде. Тоқаевтың құлсыңдар сендер барлықтан. Рас қой, өтірік емес қой. Оян қазақ көтеріп басты, ояну керек қой. Бейбіт митингке шығу керек 23 августте. Талап ету керек жақсы өмірді. Жақсы өмір үшін әр адам өзі күресу керек. Жақсы өмірді сендерге біреу тостақанға салып алып келмейді, бір Бэтмен ба, Супермен ба. Тауық жейтін тауығың да жоқ сен. Жейтін тауығың жоқ сен. Көтінде көктейін жоқ. Кедейсіңдер сендер. Мен қарақалпақпын деп айтамын мен өзімді кейде. Не үшін? Мен қазақ деп айта алмаймын. Қазақ болуға лайық емеспін мен әлі. Потому что Марат Сламбаев, Думан Мұхаммедкәрім сияқты елдің батырлары түрмеде отқан кезде мен қазақпын деп айта алмаймын мен қарақалпақпын мен. Сендер де қазақ емессіңдер ешқайсыларың. Марат Сламбаев, Думан Мұхаммедкәрім сияқты батырларымыз түрмеде отқан кезде ешқайсысын қазақпын деп айтуға хақларың жоқ. Ешқайсыларың кеп маған абасынамай жете алмайсыңдар. Жайрақ сөйле, жайрағы көп алып жатсың. Беттеріңе абасынамай жете жіберемін, маған.
Обоснование. Кесей Қазақстанға кел, Қазақстанға кел, шайық бәріміз. Дей бермей, кесей. Жамырамашы, жабай құсы. Отам жеме, долбоебе, нормально сөйле. Ашиын шешіп. Боқтамай, Жұрт ебаны. Кесей Қазақстанға шайықта бәріміз бірге. Отырып ал, айқайлай бермей. 23 августте шығыңда, давай. Сен шығасың ба? Камераңды ашшы. Қайда кеттің осы? Боқтап отыр ма не мен? Шыға жындыр ма? 23 августте шығасың сен, маңқа. Любойыңа обосновать етіп берем, маңқалар екен бен. Любойыңа. Қазақ емессің десін. Зиян келтіріп жатсың ба? Былжырай бермей жауап бер сұраққа. Болмайтын бір бөле, ата заң бір бөле, болмайтын анда. Осы сұрады. Жоқ, сен ата заңды оқыдың ба, оқымадың ба, Ата заңды оқыдың ба, оқымадың ба? Соны айтшы маған. Көрдіңдер ма, міне нағыз сауатсыз еркектер да, осында еркектер бала бағып, немере сүйіп отыр. Құл болып кетті ғой президенттің. Тоқтамай лайк басыңдар. Міне, Президенттің Тоқаевтың Қытайға құл болып кетті. мына кім мына жерде тырсылдатып отырған? Қайсың тырсылдатып жатсыңдар? Жұмабек, сен ба тырсылдатып жатқан? Тоқтамай лайк басыңдар. Лайк. Бұларға шындық айтса жақпайды ғой бұларға. Еліміз тыныш деп қойды. Сен мысалы еліңдегі байлықтың бәрін орыс алып жатыр. Жеріңді Қытай алып жатыр. Отыра бересің ғой сен, болды ғой, құл болып. Саған кім келіп соғыс ашады, саған ешкім ештеңе демейді. Сен өйткені құлсың, болды. Жоқ, бұлар мынандай ғой. Бұларға ұстаздар айтады, сабыр болыңдар, билікке қарсы шықпаңдар, бізде биліктің адамымыз деген сияқты айтпайды да, бірақ шындықты. Бұлар неге тарқатыңдар достар? Қосайын, кімді қосайын? Тіркелмегендер кірмейді достар, тіркеліп отырыңыздар. Тіркелмегендерді кіргізбеймін. Тек қана тіркелгендер ғана кіреді.
Гүлнар ханым, тіркеліңіз. Енді халықтың әбіржіп жатқан тіркеліп отырыңдар. Саяси эфирларды күнделікті жүргіземіз және достар ұяшық құруымыз керекпіз біз. Өтірік намыстанбай ақ қойыңдар, өздерің аш отсыңдар, күнделікті көріп отсыңдар. Кредитке өмір сүріп жатқандар өтірік емес, елді қаптап кеткені өтірік емес. Бұдан да хуже болайын деп отсыңдар. Сөйте отырып, өтірік намысты жинастырыңдар, жарай ма? Достар, беттерің қисық болса, айнаға өкпелемеңдер. Пышақ алып келіп, ақберен жейміз ба дарбыз? Сөйлейтіндер бар ма, келіңдер? Айқын ханым болса, Жанболат мамай көрінбейді ғой, қақласың. Жанболат мамай айтпашы маған. Тетушка ол, үйінде жатыр. Қатынына